Содан жаңа Гранаткинді көріп отырам, ана Грекиямен ойнап жатамыз. Грекия ғой да әжептәуір мықты команда. Соны жаңа Еркебұлан Сейдахмет 2 адамды алдайды да 9-лыққа кәдімгі бүйтіп айналдырып қадай салады да бүйтіп қуанады ғой, короче. Өзі түрді қаралау, қазақтың баласы кәдімгі мынау немене пөле деймін я уже 4-ші ма 5-ші болыр турнирдің үздік нападающийі, бомбардирі, открытие турнирі бір бөле деген наградалар бар ана жерде ше. Сөйтем да мынау бала кім екен деймін, мен біліп отқан жоқпын шын айтқанда. Сөйтемді жаңа ВКонтакте бар ғой, содан тауып аламын Еркебұлан Сейдахмет. Еркебұлан қалай жағдай? Інім осындай, қай жақтықсың анам дейді. Аға мен сізді танимын ғой дейді. Сразу бір сағаттан кейін жауап беріп жатыр. Сіз танимыз ғой аға осындай. Енді ол кез Қазспортта істеп жүрген кішкене футболистердің арасында танымал болып тұрған кезім. Сөйтіп жазады, осындай, аға мен Таразданмын дейді. Ой, мен не білем, мынаның бәрі Тараздан екен ғой деймін. Тараздың қай жағынансың деймін ғой, қолап әңгімеден. Түрксіб деген ауылданмын ғой, 6-й совхоз деп аталады бұрынғы дейді. Мен де сол жердемін ғой, сен кімнің баласысың деймін. Папамның аты Қайрат, 2002-де қайтыс болып кеткен. Апамның аты Клара. Сол жаңағы неде тұрғанбыз, Гагарин көшесінде. Сол кейін көшіп кеткенбіз дейді. Ойбай, мен Комсомольскийде тұрғанмын, ол Гагаринде тұрған, мынандай көшелер ғой. И содан жаңағы Қайрат дегені папасын айтып отқан, ол папасым маған сабақ берген ғой. НВП деген сабақ болады ғой. Әскери дайындық, алғашқы әскери дайындық. Физкультурадан да сабақ беретін. Папасы кәдімгі мықты футбол ойнайтын. Жан-жақты спортсмен еді. Баскетбол болса, баскетболды ойнай беретін. Волейбол болса, волейболға да икемдетін. Сондай адам еді. Уфада служит еткен армияда. Сол о кісі, мен жақсы білемін о кісіні. Сол аварияға түсіп бір қайтыс болып кеткен.